Red Bull командасының бельгиялық бейс джампері Седрик Дюмон өзінің келесі ерлігін жасады. Бірнеше қашықтыққа әуеде қалқып жерге қарай құлдилауға кез келген адамның батылдығы бара бермейді. Ал мына жүрек жұтқан бельгиялықтың кезекті әуеден әрекеті қол соғып қоюға болады. Бұл жолы ол Египет пирамидаларын жоғарыдан тамашалауды жөн деп санаған екен. Осыдан бір апта уақыт бұрын ол қанатты вингсүйт костюмінде әуеден жерге қарай құлдилап пирамида аспанына сапар шеккен алғашқы адам атанды. Тарихи ұшу сәтін ақиқатқа айналдыру үшін атлет, қорғаныс, жастар ісі және спорт, сондай-ақ тарихи құндылықтарды сақтау министрлігі секілді 3 бірдей Египет басшылығының рұқсатын алған. Биіктік пен қауіпсіздік шаралары анықталғанымен секіру үшін 4 сағат кетуге мәжбүр болды. Себебі Каир аспандағы бұлттардың тарап тұнық болған күту еді. Ақыры құлдилау процесі орын алды. Вингсүйт костюм арнайы жасалған 3 қос жақты қанаттан тұрады. Олар желмен үрленіп жылдамдықты бәсеңдетуге арналған. Жердегі дүниелер анығырақ көріне бастаған кезде Дюмон тамаша көрініске куәлі болу үшін парашютін босатты. Мұндай таңғажайып сәтті оған дейін ешкім тамашаламаған болатын. Седрик Хеопс пирамидасының қасына барып қонды. Естеріңізге сала кетейік, бұл Седрик Дюмонның Египетке екінші сапары. 2012 жылы Замалик қаласындағы Каир мұнарасына парашют арқылы төмен қарай құлдилаған еді.